мамырда Өзбекстандагы Сардоба суу коймасынын бөгети жарылып, салдарынан көрші елдегі ауылдарды ғана емес, Түркістан облысы Мақтаарал ауданындағы бірнеше елді мекенді су басты. Желіде сол бөгеттің жарылған сәтінен видео пайда болды. Су бөгетті бұзып, Сардоба су коймасының ағып жатқан сәтінен кадр жарияланған. Еске сала кетейік, 1 мамыр күні Өзбекстандағы Сардоба су коймасының бөгеті жарылып, салдарынан Түркістан облысы Мақтаарал ауданындағы 5 елді мекенді су басты. Бұл жағдайдан кейін Мақтаарал ауданы төтенше жағдай жариялады. Бүгін үкімет отырысында Түркістан облысының әкімі Өмірзақ Шөкеев 7 ауылда су басу қаупі әлі жоғары екенін мәлімдеді. Сонымен қатар мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев су басқан ауылдардың тұрғындарына жан-жақты материалдық көмек көрсетілетінін, Түркістан облысының бірде-бір тұрғыны назардан тыс қалмайды. Ол үшін президент үкіметке тапсырма берген. Сондай-ақ еліміздің сыртқы істер министрлігі бұл жағдайға байланысты көрші елге дипломатиялық нота жолдамайтынын мәлімдеді. Ал құрылыс саласындағы мамандар бөгеттің жарылуына су қоймасын салу кезіндегі коррупция себеп болды деген ойда.